Жоба боюнча нысан бірнеше бағанан және эстетикалық безендірілген панелдерден тұруы тиіс болатын. Ротонданың айналасында түрлі түстік гүл шоқтарын орнатуда жоспарда болған. Ротонда аумағына 26 жарық бағанасын орнатып, 50 жарық диодын жаңарту көзделген. Алайда 2017 жылдың желтоқсанында тәуелсіздік мерекесінің қарсаңында салтанатты түрде ашылуы тиіс сәулет нысанының құрылыс жұмыстары аяқталмаған күйі әлі тұр. Перед населением неудобно уже. Қала тұрғындарының алдында өзімізді ыңғайсыз сезінеміз. Былтырғы жылдан бері сендермен алысып келеміз, қатырамыз. Бәрін уақытында аяқтаймыз деп жұмысты алдыңдар. Алтынмен апта, күміспен қапта деп тұрған жоқпыз. Бар болғаны өздеріңізге жүктелген міндетті уақытында аяқтасаңыздар болады ғой. Теміртау қаласының билік өкілдері өзіне жүктелген міндетті дұрыс орындай алмаған Дасан Груп компаниясын сотқа берген болатын. Ал сәулет нысанына аударылған қаржы игерілмей, қалалық бюджетте қалды. Бүгінде атышулы ротонданың құрылысы қайта қалыпқа келтірілді. Алайда баяғы жартас сол жартас. Қалаға әрі беретін нысанды дұрыстап салуға Дасан Груптың әлі келмеді ме, металлургтердің шаһарының сәнін құртып тұр. Салынып бітпеген нысанның қабырғаларына сызат түсіп, сиқы кете бастаған. Құдды бір көне заманнан қалған тарихи ескерткіш сынды. Колизейдің өзі мұндай ескілікті еске сала алмас. Құрылыс жұмысына қарап тұрып қаланың көркін кіргізеді деп үкілеген үмітіміз ақталмай қалама деп қорқыныш туындайды. Ал бастапқыда нысан құжатында көрсетілген суретке қарасақ, ротонданың қақ төбесінде шаһар аты үлкен әріптермен жазылуы тиіс еді. Мердігер ұйым қаржы үнемдеуді әріптен бастағысы келгендей. Орнатылған қала атауынан Теміртауға кіріп келе жатқан көлік жүргізушісінің көзі талады. Әрі 50 миллион теңгеге орнатылған көрнекті сәулет нысанының сиқын 50 сантиметрге жетпейтін әріптер құртып тұр. Бүгін әкімшілікте мердігер ұйымдармен өткен жиында қала әкімі Ғалым Әшімов те бұл әріптерге қатысты өз наразылығын білдірді. Что за буквы такие маленькие там, слушайте? Ана әріптер неге соншалықты кішкентай? Сондай үлкен сәулет нысанына сәйкес келеді деп ойлайсыңдар ма? Ротонданың бастапқы мақсаты қала көркін кіргізу емес пе? Қаламыздағы сәулет өнерін, құрылыс жұмыстарын өз бақылауында ұстайтын Теміртау қалалық тұрғын үй шаруашылық бөлімінің басшысы болса, әріптердің талапқа сай келмеуі мердігер ұйымдардың қателігі дейді. Олар әріптің ұзындығы мен енінің мөлшерін шатастырып алған көрінеді. Жоба бойынша жазудың ұзындығы 90 сантиметр, ал қалыңдығы 30 сантиметр болуы тиіс болатын. Алайда мердігер мекеменің қызметкерлері қалыңдығын шатастырып 10 сантиметр етіп жасапты. Сондықтан әріптер осындай жағдайға түскен. Жаңа сәулет нысанының пайда болуы қала үшін әрине жақсы. Алайда дәл осындай жағдайда аталмыш ротонданың құрылысы аяқталатын болса, бұл Теміртау үшін мақтанарлық көрнекті дүниеден гөрі көненің көзінен қалғандай ескі ғимараттардың қатарын толтыратын сияқты. Дегенмен, жауапты ұйым келесі айдың ортасына қарай құрылысты аяқтап тапсыруға уәде етті. Теміртауда 50 миллион теңгеге салынып жатқан теңдессіз ротонданың құрылысы бітіп, қаламыздың ажарын ашып, көшеміздің көркін келтіреді деген үмітіміз әлі де бар. Үмітсіз шайтан деген.